Бәріне сәлем, сіздермен желіден Нұралы крипто жөнінде біз бүгін осы аптада ашқан трейдтарға шолу жасайтын боламыз. Жалпы енді осы апта бізде продуктивный болды. Қарап отырсақ бізде 3, 5, 7 және де 8, 9, 10, 11, 12 трейд ашылған болатын және де результаттарын өздеріңіз көріп отырсыздар. Сонымен 12 трейдтің разборын жасайық. Бізде трейдтар дүйсенбі күнінен басталды. Дүйсенбі күні менде 3 трейд ашылды және де алтынмен индекстарда сауда жасалынған екен. Енді көрейік. Бұл бізде алтын бойынша болған трейд, Founding Pips'тің екінші фазасында аккаунтында ашылған трейд. Және де бұл жерде негізі минус 6% емес, 6% риск жасаған жоқпын. Бұл жерде небәрі мен 2% риск жасағанмын. Себебі аккаунт минус 8%-ға кіріп кеткен. Короче, и бір трейдпен нормальный сделка ашқым келген болатын. Енді логикасына қарайық та, стоп неге орын алды. Біздерге қарайтын болсақ, бұл бізде былай ашылған трейд. Мән беріп қарайық. Бұл жерде неге лонг аштым, себебі біз мына жерде зона интересаның ішіне кірген болатынбыз. Және де осы зона интересаның ішінде мына имбалансқа ешқандай реакция жоқ болғандықтан лонгқа қарастырғанмын. Цель менде Азияны хай болды, бірақ баға стоп-лосспен жапты. Негізі можно было бы мына жерде вход алып, мысалы да стоп-лоссты былай қойып, тейкті былай қойғанда почти 1,5R или 1R шығушы еді, но зато тейк профитпен отырушы едім. Осындай трейд болған. Енді біз алтынды қарайтын болсақ, өзінде мына жерде бізде алтын осы движениеден кейін жоғары қарай прям өте қатты өскен, сондықтан мына жерден лонг алып, осы зона интересадан дальше жоғары қарай қарастыра беруге болатын еді. То есть часовой таймфреймді қарасақ, бізде мына точка зона интереса ретінде алынған, және де осында разворот көрсеткенде лонг қарастырғым келген, бірақ баға минус жасады да. Келесі трейд қотейік. Келесі бізде индекс бойынша болды. Ол менде S&P 500 Alpha Capital Group аккаунтында. Давайте қарайық. Бізде позиция осындай болды. Баға инверсия жасаған соң бірден маркетпен шорт ашылған болатын. Take profit менде қайда қойылды? Менде take profit. Take profitті мен мына жердегі Франкфуртке минимумға қойып, бұл менде S&P 500 бойынша алынған. Енді логикасы қандай? Қарап отырсақ, бізде баға мына жақта ликвидностьті шешкен, потом шортқа қарай коррекция берген, бірақ қайтадан келіп қосымша ликвидностьті шешіп, Нью-Йорк ашылған кезінде бізде не істеді? Ликвидностьті шешіп, манипуляция істеп, төмен қарай баға то есть реакция берді, рынок ашылғанда, и дальше осы реакциямен бірге мен позицияға кіріп кеттім. Логикасы бір сағатта ликвидность шешілді, и дальше көріп отырмыз, баға төмен қарай бізде құлаған. Бұл жерде 1,7 риск реворд алынды, өте жақсы позиция орындалды. Келесі бізде NASDAQ бойынша трейд, ол менде 2,5 риск реворд. Бұл жерде менде риск 0,8% алынған екен. Және тоже сондай S&P 500-дің трейді секілді алынған. Позиция бір сағатта ликвидность шешеді, балансқа реакция жоқ, маркетпен бірден позиция ашам. Take profit менде қайда қойылды? Менде take profit мына жерде ашық тұрған рынок ашылғандағы гэпқа қойылған болатын. Және баға сәтті түрде тейкпен жауып берді. Дальше қарайық. Осындай позиция алды. Енді нормальный позиция, өте әдемі мен үшін орындалды. Вторник күні менде 2 трейд ашылды, және де бұл трейдтарды өздеріңіз көріп отырсыздар. Енді мына алтын бойынша трейдқа мән берейік. Бұл бізде тоже лонг ашылған, движениені дальше жалғастыруға. Баға бізде нарада то есть имбаланс толтырады, имбаланс толтырғаннан кейін бірден мен осы движенияның жалғасуына позиция ашқан болатын. Және де баға момент нормальный реакция беріп тұрды, бірақ Нью-Йоркқа келген кезде манипуляция жасап
бізде біздің стоп лоссты алып кетті да. Осындай трейд болды. Вот Лондонда эквал болды, сол эквал алған соң кетеді трейд қылған. То есть көріп тұрдым мен мына эквалсты да, реакциясын көрген соң позицияға кіріп кеттім. Енді әр адам өзінің трейдтарына қарап, финалына мән беріп, өзінің қателігімен жұмыс жасау керек. Келесі қарайық, келесі бізде S&P 500 бойынша болған, да, бұл бізде шорт қалынған позиция. Так, бұл бізде қандай трейд болды? Вот бізде баға келеді, я мына жақта ликвидность шешеді, көріп отырмыз. Содан кейін резко реакция береді шортқа, және осы реакцияның, то есть реакцияға позиция алынған болады. Реакция бойынша да келді, мен позицияға кірдім, стоп-лоссты защищенный аймаққа қойдым. И баға успешно take profitпен жап барушы еді, бірақ мен мына жерде ликвидность алған соң өзім қолмен жабылып тастайын деп шешім қабылдадым. А так негізі логика кешегі мына жақтағы ликвидность шешілгеннен кейін дальше order flow болады деген мақсатта мына минимумдарға қарай негізі ашылу керек болатын. 15 күні осындай трейдтар ашылған. Мына жерде мен 15 күні егер take profitпен жабылған кезде, то фазаны толығымен аяқтап, уже 16-сынан бастап екінші фазада сауда жасай беруші едім, да. Так как мен мына жерде қолмен жауып тастадым, және де қолмен жапқандықтан мен қандай трейд алдым? Бұл жерде мен фазаны аяқтағанға 0,5%, примерно 0,3%-тай қалған болады. Сондықтан осы 16 күні мен фазаны толығымен аяқтадым десем болады. И келесі трейд ол алтын бойынша қарайық. Алтын бізде өсіп атты, мен өсіп атқан движенияға шорт аштым, то есть ренждің логикасы болды. Мынау рендж хай болса, мынау рендж лоу деп алсақ, және де баға осы хайды шешкен соң шортқа бару керек болатын, да. Так как тренд бұл жерде агрессивный болғандықтан, бізде баға ешқандай шортқа қарай реакция берген жоқ, наоборот дальше өсе берді. Так, бұл бізде 16 күні болған, минус 1%, ничего страшного, да. Так, потом бізде қарайық мына трейд. Так, бұл бізде S&P 500 бойынша болған. Бұл жерде менде кішігірім трейд алынды, кажется, нормальный лотпен бір риск ревордқа. Және осы трейд менде бүкіл фазаны жауып берген болады. 16 күні менде осындай трейд орын алды. Енді 17 күніне барайық. 17 күні менде өте көп трейдтер ашылды. Және саған қарайық. Так, давайте біз NASDAQ-тан бастайық. NASDAQ-пен екінші фазаның аккаунтында менде трейд ашылған. Лонгқа қарай бізде мынандай трейд болды 4 сағаттық имбаланстың ішінде, және лонгқа қарай қарастырғым келді, бірақ баға мен кірген соң прям шортқа қарай кетемін деді. Оның бірде бір себептері мен ойымша мына тұрған ликвидность болды. Так, часовикті қарайық. Часовой таймфреймде бізде ешқандай тренд лонгқа қарай қатты өзгермеген, только мынада бізде 4 сағаттық IFVG бар, және осы IFVG плюс 4 сағаттық имбаланс менде фактор ретінде алынған болатын, то есть позиция жинауға болады. Жалпы сол 4 сағатта бізде график бұлай, то есть еще дополнительно мына жерде ликвидность шешілді, соны фактор ретінде алдым. IFVG және де 4 сағаттық имбаланс позицияға фактор ретінде алынған болатын. Неге стоп? Себебі бізде астында Азиан лоуда ликвидность болды. Мен бұл жерге 0,5% ғана кірдім, сондықтан осындай трейд орын алды. Так, бұл бізде NASDAQ бойынша, және де мынау менде NASDAQ бойынша емес, мынау менде S&P 500 бойынша ашылған трейд. Давайте қосып тастайық дәп қазір. Вот. И то же самое NASDAQ-тың логикасы секілді алынған болатын бұл жерде. Ликвидность шешті, реакция берді, дальше Лондон хайға деп, бірақ бұл жерде стоп-лосс орын алынды. То есть часовик бізде то же самое. 4 сағатта имбаланс бар, Азиан лоу ликвидность ретінде болды, и осыны шешкеннен кейін дальше қарастырса әдемі болатын еді. Енді әрбір адам өзінің қателігінен үйренеді, сондықтан өздеріңіздің қателіктеріңізден үйреніңіздер. Так, келесі трейд қарайық. Бұл бізде алтын бойынша орын алды. Альфа Капиталдың 10 аккаунтында ашылған, және де трейдтің логикасына қарайық. То есть 15 минутта бізде
мындай шартовый офф келе жатты. Және осы шартовый оффпен бірге мына жақта тұрған ликвидность бар, 16 күні белгілеген осы ликвидностьтарға таргет ретінде алынып қойылды. Так, 28-22-де кірдім арада, иә. И дальше қаншада шықтым, 85-26-да трейдтан шыққан болатынмын. Take profitпен жапты барлығы, өте әдемі, четко орындалды. Мен бұны бір емес, бірнеше аккаунтта алған болатынмын. Логикасы то же самое. Баға келеді, шортқа қарай құлайды, order flow-мен fulfill жасайды, и 15 минутта подтверждениеден кейін мен өзімнің стратегия бойынша позицияға кірдім. Так, келесі трейд, ол менде Альфа Capital алынған, тоже минус 1%. Бұл жерде неге? Мен дальше мына движенияның болатын білдім басында, я, то есть мен қарай баратын, бірақ мен бұл жерде сәл ертерек кіріп қойдым, және де мына жерде қайтадан сол трейдқа кірдім. И все, логика одна и та же. Мына жерге қосқан себебім, бұл жерде менде басқа аккаунт ашылған, және де ол аккаунттағы профит жанып көрініп тұрды. Жалпы солай, осындай трейдтар болды. Так, өте әдемі, жақсы трейдтар орын алды деп ойлаймын мен үшін. То есть әркімге әрқалай, но мен үшін жақсы апта болды. Негізі фунт бойынша трейдтер қарастырғым келген, бірақ осы апта ешқандай трейд қарастыра алмадым. Сондықтан осындай 12 трейдтан тұратын апта менде орын алды. Алдыңғы аптада менде мысалы қарайық, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 трейд болса, ну, примерно аптасына мен 12 трейд қарастырады екен. Менде ол тек қана бір активтан емес, менде ол бірнеше активтан қарастырылады. Фунт, алтын, және де индекстер. Жалпы осылай. Енді разбор ұнаса лайк қойыңыздар, каналға жазылыңыздар, және де сіздермен бірге болған туралы крипто, дальше сіздермен бірге боламын, және де осылай апта сайын статистикамен бөлісіп отыратын боламын.